Республика 16 үйде жағдайымыз қиын болып тұр. Мусордың шығарайын деп адамдарымыз бәріміз қиналып жүрміз. Шығара алмаймыз. Өйткені КСК біздің председатель КСК Рассветтің бастығы басқа үйлердің бачоктарын әкеп бізге мусордың қасына қойып қойды. Сондықтан қиындығы бәр адамдар, жан жағымызда тұратын адамдар бәрі бізге мусорларды лақтырып жатыр. Біз үлгере алмаймыз. Неге біз басқа адамдардың ақша төлеп, олар мусорларын шығаруымыз керек. Сол үшін біз сұрайтымыз, мен акиматтан тағы да басқа СЭС-тан өтініп сұрайтынымыз, бізге өзіміздің үйіміздің, өзіміздің бачогымыз болса, біз оған төлейміз. А басқа үйлерге біз төлей алмаймыз. Қазір жағдайымыз сол. Сол көмекті сұрап жатырмыз бәр жерден. Неужели соны шешелетін адам бар ма, жоқ па деп соны қазір жиналыс жасап жатырмыз. Тұрғындардың айтуынша, мұндай жағдай бірінші рет орын алып отыр. Бұған дейін қоқыс уақытылы шығарылып, мұндай келеңсіз жағдай орын алмаған. Мәселенің мәні жайын анықтау үшін тұрғындар қалалық тұрғын үй инспекциясы басшысы Ирина Вундертті шақырыпты. Оған дейін бізде мына жерде басқа үйлердің бачоктары болған жоқ. Біздің өзіміз ғана бачок болды, оған дейін постоянно ай сайын төлеп тұрдық. Біздің ақшамыз жететін. Сонымен председатель келіп айттым, айына сіз 10 мың төлейсіз дедім. Егер 4 рет шығарса, 10 мың төлейді. Енді бізден каждый үйден 200 теңге жинап отырсыз ғой, бір адамнан. Негізінде бір адамнан, бір квартирадан 117 теңгені жинау керек. Сіз 200 теңгені жинарсыз бір адамнан. Біздің ақшаңыз былай жетіп тұр ғой, неге шығара бермейсіз? Ол айтты, жоқ, мен шығармаймын, все. Тоже принципқа кетті. Алайда Рассвет жеке пәтер егелері кооперативінің басшысы аталмыш үйдің кейбір тұрғындары қоқысты шығару үшін төленетін ақшаны бермек түгілі қараларында көрсетпейтінін айтты. Сол себептен қаражаттың жетіспеушілігінен тауып болып жатқан қоқыс шығарылмай жатқанға ұқсайды. Мен мамырдың 17-сіне дейін қоқысты уақытымен шығарып отырдым. Қалай дейсіз ғой, өзге көрші үйлердің берген қаражатының арқасында. Себебі мұнда үйдің көп тұрғындары ақша төлемейді. Тіпті сұрасан өзіне дүрсе қоя беріп шығарып салады. Наурызда 16 пәтер, сәуірде 12 пәтер ғана ақша берді. Сонда мен мына қоқысты қалай шығаруым керек? Мына орналасқан қоқыс контейнерін басқа жерге орналастырса да осы жағдай қайталанады. Себебі тұрғындар жауапкершіліктен қашып, ақша төлемей отыр. Қоқыс контейнерін ауыстыру үшін тұрғындар бір ауыздан тұрғын үй инспекциясының атына өтініш жазулары тиіс. Содан кейін ғана санэпид қадағалау, қалалық коммуналдық шаруашылық, жер қатынастары бөлімінен тұратын арнайы комиссия жұмыс істейтін болады. Алайда Ирина Вундер қоқыс контейнерін басқа орынға ауыстыру мәселені шешпейді деп отыр. Бұл жерде басты мәселе қоқыс контейнерінің қай жерде қалай орналасқаны емес, қаражаттың төленбегені себеп болып отыр. Бұл мәселені тұрғындар бірлесіп, іштерінен бас болатын адамды сайлау керек. Егер тұрғындар ақша төлемесе, бұл қоқыс жата береді. Одан кейін біз тәртіп сақшыларын шақырып, құқықтық жауапкершілікке тартқызатын боламыз. Даудың соңында тұрғындар 3 апта бойы жатқан күл қоқысы шығаруға 15 мың теңге ақша жинады. Ал жауапкершіліктен қашып, өзгенің қаражаты үшін өмір сүріп жатқан тұрғындар алдағы уақытта да жайбарақат жүре беретіндері анық. Ал нөмірі 16 үйдің кей тұрғындарының өздері немқұрайды қарамаса, мұндай жағдайға тап болмас еді. Ақерке Заирова, Евгений Ходоров, Сфера арнасы.